Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Бүгін замандасыңыз ұсынған 3 кітап айдары бойынша менің каналымда қонақта Айнель келіп отыр. Айнель, қош келдіңіз. Көп рахмет келіскеніңізге. Сізді енді кітапты көп оқитын замандасыңыз ретінде танимыз. Инстаграмда да үнемі кітаптарды жөнінде жазып жүресіз. Жалпы кітап оқу дағдысы сізде қай кезден қалыптасты? Көптен бері оқисыз ба деген секілді бір сұрақ. Кішкене кітаптарға көшпестен бұрын. Кітапты кішкентайымнан оқимын, себебі менің үйде әкем кітапты көп оқиды. Ол кісі кітапты жастанып оқитын кісілердің бірі, сондықтан сол кісілердің мысалы болған болу керек. Үйде қандай да бір кітап болса, соны бастан аяғына дейін оқып бітпейінше тыным таппайды. Бірақ енді біздің үйде үлкен кітапхана болмады, сондықтан менің жалпы кішкентайымнан үлкен арманым болатын өзімнің жеке кітапханамды жинау. Сөйтіп жаңадан студенттік оқуымды бітіріп, жұмысқа тұрып, айлық ала бастағанда менде әдет қалыптасты. Айлығымның көлемі қанша болмасын, бірақ айына бір рет айлық алған сайын кітап дүкеніне барып, бір кітап сатып алу. Ең алғашқы алған кітабым ол Мұхтар Әуезовтің Абай жолын сатып алып, жаңағы кітапханамның негізін қаладым. Алғашқы кірпіші сол Абай жолы болды дейсіз. Ал енді бүгінгі өз замандастарыңызға, яғни біздің достарымызға, қатарластарымызға қандай кітап ұсынасыз, өзіңіздің бір көңіліңізден шыққан қандай кітапты айтасыз? Мен арнайы бұл сен шақырғанда қандай кітап ұсынсам екен деп ойлағанда, осы былтыр өзім оқыған және маған ерекше әсер еткен 3 кітапты алып келіп отырмын. Бір қызығы, бұл 3 кітаптың авторы да әйел кісілер екен. Сол бірінші кітап ол Гюзель Яхинаның Зулейха көзін ашады кітабы. Бұл кітап туралы әлеуметтік желіде Фейсбуктан қателеспесем Зәуре Батаеваның Зира Наурызбаева екеуінің осы күшті пікірін оқыған болатын. Содан қызығып сатып алған. Бірақ өкінішке қарай менікі жүрмей қалды, басым бастадым да, сосын аяқтай алмай қалдым. Үйде тұр, енді бүгінгі сіздің пікіріңізден кейін енді аяқтайсың деп ойлаймын. Иә, мен де аяқтаймын деп үміттеніп отырмын. Бұл кітапты негізі мен туған күніме құрбымның бірі сыйлаған болатын. Мен кітап жинайтынымды білетсе, көбісі туған күн қандай да бір мейрамдарда кітап сыйлауды әдетке айналдырған. Бірақ мен де сен сияқты көптен бері бата алмай бірде іс-сапарға шықтым. Қызылордадан Семейге қарай қатынайтын ескі пойыздардың біріне отырдым да 30 сағат бойы Тараздан мініп, жаңағы Семейге дейін іс-сапарға барған болатын. Сол жол бойы осы Гюзель Яхинаның Зулейха кітабын алып оқып бітірдім. Жалпы бұл кітапты пойызда оқығанымның өзінде бір пайдасы да бар, себебі де бар. Себебі мен жаңағы кітаптың басты кейіпкері Зулейха сезінген бүкіл эмоциялары, себебі бұл кітаптың басым бөлігі, егер басын оқыған болса, жартысы жаңағы пойызда өткен қарым-қатынасты, тыныс-тіршілікті, қиындықтарды сипаттайды. Сондықтан жаңағы пойызда оқып бара жатқаннан кейін мен бұл Гюзельдің, Зулейханың бойындағы бүкіл жаңағы толқыныстарды сезінгендей болды. Бұл кітап 2015 жылы жарыққа шығады және жарыққа шыққан бойдан бастап Ресей әдебиет әлемінде үлкен сілкініс тудырып, жаңағы көптеген деңгейлі таластарға негіз болады. Маған бұл кітаптың бір себебі, жалпы осы 3 кітапты да алған себебі бұл кітап авторлары бәрі біздің замандастарымыз. Әлемнің түкпір-түкпірінде өмір сүрсе де, оларды толғандыратын мәселелер алуан түрлі. Мысалы, Гюзель небәрі 40 жаста және 30-ші жылдардағы бүкіл Совет одағы құрамында болған елдер үшін ауыр жылдар болған 30-46 жылдар аралығындағы бүкіл қасіретті қалай сезінді деп ойлаймын. Себебі уақыт өте көп нәрсе ұмытылады ғой. Бұл кітап, енді кітапқа оралатын болсам, 2 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі Зулейханың ауыр тауқыметін сипаттаудан басталады. Ол жан қиын толқыныс кезінде өмір сүріп жатады. 30-ші жылдардың қысында жаңа мүлікті қамыскерлеуге келген қызыл әскерлер Гюзельдің жолдасын мерт қылады. Сөйтіп өзін өзге де жүздеген адамдармен бірге жүк таситын вагонға тиеп Сібірге айдайды. Міне осы бір вагонда қылмыскері де бар, сол кездің интеллигенциясы да бар, ұлты, діні, әртүрлі адамдар бас қосып, осы уақытқа дейін Гюзель жаңағы құлдық санада, зорлық-зомбылыққа көндігіп өмір сүрген, жаңа қандай да бір наным сенімдерге сеніп келген Гюзельдің өмірінде
қандай да бір өзгерістер басталады. Себебі жаңа интеллигенцияны айтатын әңгімесі, біртін өмірі орысша сөйлемейтін Зулиха орыс тілін түсіне бастайды, көзқарасы өзгере бастайды. Бұл мен Гюзелдің бір ерекшелігі, сен бүкіл болып жатқан нәрсеге Зулиханың көзімен бірден қарай бастайсың да, сол кездегі эмоцияларды сезінесің. Ал сізге осы кітаптан ең қатты ұнаған не нәрсе болды сонда арасынан шыққан? Бірақ мен тағы бір естіген нәрсе бұл татар әйелі, бірақ өзінің ұлты кішкене қарсы болды, теріс пікірлер айтты деген сияқты ренжулі екен, Гюзельге ренжулі. Мен енді оны түсінемін, себебі өзің жайлы жазылған дүниелерге сен бәрі басқаша қарайсың. Өзге ұлттар, өзге мәдениет жайлы жазылған нәрсеге сыни көзбен қарамайсың да. Мысалы, өз ұлтың, өз ділің, өз дінің жайлы жазылған нәрсеге үлкен сынмен қарайсың. Сондықтан тіпті Гюзельді өз ұлтын сатқан адам ретінде өткір сындар айтылып жатты. Егер кітаптың құндылығына оралатын болсақ, жалпы енді өзім үшін жауап берейін, мен үшін бұл кітаптың құндылығы Кеңес одағында құрамында болған елдер үшін аса ауыр жылдар болған 30-46 жылдар аралығындағы сүргін, күштеп жер аударту, мүлікті конфискелеу, ұлы отан соғысы, репрессия осы жылдарға қайта уақыт өте ұмытыла бастағанмен жарасы жазылмаған сталиндік кезеңнің ауыр уақытына қайта оралуға мүмкіндік берді деп ойлаймын. Түсінікті, тамаша. Егер сіздерде өзгелеріңіз келсе, бұл нағыз сіздер оқитын кітап, және де өткен тарихымызға бір үңілдіретін кітап екен. Енді мен де Алла қаласа аяқтаймын деп ойлаймын. Кітапқа кезек берейік. Екінші кітап қандай? Екінші кітап баршаның назарына Шерил Сандбергтің «Не бойся действовать», әрекет етуге қорықпа кітабын ұсынғым келеді. Себебі бұл кітапты бір қызығы маған да оқуға әріптестерімнің, таныстарымның көбі кеңес бергенмен ұзақ бойы кітапханаға барып алып парақтап та көрдім, бірақ тартпады, алғым келмеді. Сөйтіп жүргенде өзімнің қызметінде өзіме деген бір қандай да сенімсіздік пайда болды. Не істесем екен деп ойлап жүргенде осы кітап есіме түсті де оқып көрейін деп шешім қабылдап оқып шықтым. Бас алмай оқыдым. Неге ертерек оқымадым деп те ойладым. Бірақ енді әр кітаптың өзінің оқылатын кезеңі болады ғой. Бұл кітап әлемдегі бай әйелдердің бірі, қазірде Facebook әлеуметтік желісінің операциондық директоры Шерил Сандбергтің алғашқы кітабы. Бұл кітапта ол жұмыс істейтін әйелдерге қандай да бір жаңа мүмкіндіктерді өзіне деген сенімсіздік үшін жіберіп алмауға шақырады. Сонымен қатар бұл кітап әдетте біз айтамыз ғой, еркектер тарапынан әйелдерге деген қандай да бір менсінбеушілік бар деп. Ал бұл кітапта сонымен қатар әйелдерге деген әйелдердің менсінбеушілігін көрсетеді. Біз бір-бірімізге қолдау болуымыз керек дегенге насихаттайды. Сонымен қатар қандай да бір мансапқа ұмтылған әйелдер, мысалы айтады, үйде күйеуіңізге де өзіңізге де бірдей жақсы жұмыс ұсынса, бізде автоматты түрде ұсыныстан әйел бірінші бас тарту керек деп, жолдасының пайдасы үшін бас тарту керек деп ойлайды. Шын мәнінде олай емес, бұл жерде екі адам бірігіп ақылдасып компромиске келу керек дейді. Оның үстіне әйел енді үй шаруасына да жауап береді, қызметте де, бала шағасы болса, ол да өзіндік бір салмақ түсіреді. Сондықтан үй шаруасында, баланы тәрбиелеу мәселесінде өзінің жолдасымен әрекеттерді, қызметтерді қалай бөлісу керек екендігі айтылады. Осы кітапты жазып біткеннен кейін Шерил Learn in Foundation деген қор құрады. Бүкіл әлемде қандай да бір өзіне сенімсіздік тудырған жағдайларға төтеп бере алатындай әйелдерге мотивация беру үшін сол бағытта жұмыс істейді. Жақында Шерилдің екінші кітабы шықты, План Б деген кітап. Шерил жалпы бұл кітапты жазған кезде жолдасы бар болатын. Бір жылға, 2 жылға бұрын қателеспесем жолдасы қайтыс болады. Сол кезде өзі бір қандай да бір депрессияға душар болады. Себебі жолдасы енді дені сау қызмет істеп жүрген, күтпеген жағдайдан қайтыс болады. Сол кезде өз жақыныңды жоғалтқанда қалай қалпыңа келу керек, соған арнаған План Б деген кітабы болды. Өзім жаңадан сатып алдым, әлі оқыған жоқпын, бірақ мына бірінші кітап ұнағаннан кейін бұл жалғасын міндетті түрде оқуым керек деп сатып алдым. Қазірде Шерил негізін қалаған бұл қор
тек қана мотивация үшін ғана әрекет етпей, қандай да бір қиын жағдайға тап болған, жақынынан айырылған әйелдерге қолдау көрсетеді. Бұл ленин бастамасы бүгінде жалғасын тауып, Қазақстанда да осы бағытта түрлі сайттар құрылып, жаңағы әйелдердің қызметте, өмірде белсенділігін арттыруға көмектеседі. Ал онда үшінші кітапқа көшейік. Үшінші кітап Хелен Расселдың «Хюги. Удивительное счастье по-датски» деп аталады. Бұл жалпы Дания әлемдегі бақыт индексі бойынша ең бақытты елдердің бірі болып саналады. Хелен негізі, мен бұл кітапқа неге назар аударды десеңіздер, біріншіден бұл кісі журналист, және мен өзімен мамандығым журналист болғаннан кейін оның үстіне былтырдан бері кітап жазу мәселесіне ден қойып жүрмін. Осы ретте өзі журналист бола тұра кітап жазған кісілердің кітаптары маған өте ұнайды да, сондықтан Хеленнің кітабын алып оқыдым. Хелен британдық журналист, әйгілі Marie Claire журналының интернет нұсқасының бас редакторы болған. 2016 жылы мәселен міне жаңағы жалғасы ретінде күйеуіне Легода, Данияда Лего компаниясына қызметке шақырады. Сонда күйеуінің көңілін қимай, Хелен жұмысын тастап, онымен бірге Данияға еріп барады. Сонда бұлар Данияның шағын қалаларының бірі, 60,000 адам тұратын қалашықтың бірінде тұрады. Бірақ бір қызығы, үйде отырса да өзін жоғалтпай, бұл уақытты тиімді пайдаланып кітап жазады. Түрлі салада қызмет атқаратын Дания тұрғындарымен кездесіп, өздерінің бақыт 1-ден 10-ға дейін қаншалық деңгейде бақыт екенін бағалап беруге сұрайды. Сонда көбісі емес, барлығы 8,5-дан төмен баға бермеген. Сондықтан бұл енді үлкен көрсеткіш. Бақыт ерлердің бірі, олармен ақылдасып, бала бағу мәселесіне, отбасын ұйымдастыру, отбасын, бау-бақшаны безендіру, жалпы бақытты болудың кілті туралы қандай да бір сұхбаттар жазып, соның негізінде осы кітапты шығарады. Кітаптың бір ерекшелігі, құрылымы 12 айға негізделген. Әр айда қандай да бір қорытындыға келеді Хелен. Сөйтіп, жаңағы соның өзінің тұжырымдамасымен көпшілікке бөлінеді. Десек те бұл кітап жайлы да түрлі пікірлер бар, себебі Хелен енді глянцевый журнал дейміз ғой, сондай жерде әрекет еткеннен кейін сыншылардың біразы Хелен Данияның мысалы ішімдікке салынып кету, үйдегі зорлық-зомбылық, депрессияның үстемдік ету сынды мәселелерге тереңдеп үңілмеген үстіртін ғана көрсетіп, жылтыр дүниені көрсетті деген сияқты пікірлер де бар. Меніңше бұл кітаптың қазақ елімен де сәйкестігі бар, себебі бізде енді көп нәрседен ләззат ала алатын елдердің біріміз деп енді есептеймін, себебі біз енді кішкене жайбасармыз ғой, жатқанды ұнатамыз, ұйықтағанда асықпай жүргенді ұнатамыз. Ал бұл кісілер сондай нәрселердің бәрінен ләззат алуға шақырады. Тіпті біздің бәріміз отырып кең дастарханда сағаттап шай ішіп, тамақ ішіп, бір-біріміздің өмірімізде болып жатқан мәселелермен бөлісуді бақытты кездердің бірі деп есептейді. Егер Лондонда болып көрсеңіз, немесе Европа елдеріне барсаңыз, ол кісілер ол жақта шай ішу мәдениеті қалыптаспаған. Жаңағы көшеде бәрі кофе, шай сатып алады да, жол-жөнекей сэндвичін алып іше береді. Оларда бүйтіп біз сияқты сағаттап отырып, белгілесіп, жаңағы әңгімелесу жоқ. Сондықтан бұл Хелен үшін тың болып көрінгенмен біз үшін өте етене жақын. Бұл кітапты маған ерекше ұнады. Егер қымбат, көп ақшаны талап етпейтін, қымбат дүниені талап етпейтін нәрселерден бақыт алуды, ләззат алуды үйренгілеріңіз келсе, осы кітапты оқуға кеңес беремін. Сөйтіп, Хелен дат халқының жалпы ең бақытының кілтін неде деп қорытындыға келдіңіз? Сол қарапайымдылықта. Әр сәттен ләззат алып, осындай құрбыңмен кездесіп, шай ішу, мейрамдарда үлкен дастархан басында отбасымен қауышу. Тағы бір мәселе, осы жерде бір сұрағым келіп тұр. Маған да көп қойылатын сұрақтардың бірі, ол кітап оқу дағдысын қалыптастыруға байланысты. Мысалы, мен білемін, сізде де жұмыстарыңыз өте көп, жаңағындай түрлі шаралар ұйымдастырып жатасыздар, одан кейін жүгірумен айналысасыз. Оның бәріне уақыт қайдан табасыз, және кітапқа уақыт қайдан табасыз, кітап оқуды қалай адамдар қалыптастырса болады? Енді елдің бәрі маған айтып жатады, сен әрине уақытың көп шығар, кітап оқисың, менің жұмысым бар, бала-шағам бар, хоббиім бар деген. Мен де елдер құсап аптасына 40 сағат жұмыс істеймін, одан көп жұмыс істемесем, өзің айтқандай аптасына 4 рет жүгіремін.
десек те кітап білмеймін мен үшін енді бір қандай да уақыт талап ететін арнайы уақыт талап ететін дағды емес. Себебі мен жұмысқа метромен барамын әдетте, жаңа 13 минут жұмысқа дейін, 13 минут жұмыстан кейін үйге дейін келе жатқанда осы 26 минут ішінде біраз нәрсе оқуға уақыт бар. Сосын жатар алдында мен міндетті түрде 10 минут болсын, 1 бет болсын кітап оқуға арнаймын. Мен бір уақытта бірнеше кітапты оқимын. Бір электрондық нұсқада болса, үйде мен электрондық нұсқаны оқымаймын, әдетте осындай қағаз нұсқасын оқуға тырысамын. Оның үстіне бір жаққа барсам, құрбыларыммен кездесу болсын, немесе бір жұмыс бабымен бір кісілермен кездесу болсын, дәрігерде немесе басқа жерде кезекте тұрғанда үнемі құр отырмай, әлеуметтік желіде мүлде отырмаймын десе де болады. Бірден кітабымды ашамын да, дағдыланған адам келгенше немесе кезегім келгенше кітап оқып отырамын. Жылына қанша кітап оқисыз? Жылына көп кітап оқимын деп айта алмаймын. Енді жылына 12 кітапты сатып алуды әдетке айналдырғаннан кейін міндетті түрде 12 кітап. Айына бір кітап сатып аласыз, иә, сонда? Сатып аламын. 12 кітап жылына енді оқимын. Оның үстіне былтыр мысалы 28 кітап оқыдым. Тіпті кейбіреулер осы кітап санап оқу не деген сұмдық деп пікір жазып жатыр. Оны бір елге мақтану үшін негізі санап түртіп отырмайсың ғой. Бізде қазір ақпарат көп та. Бір оқыған, мысалы, кейбір кітаптар қатты әсер етпесе, сен ол кітапты ұмытып кетуің мүмкін. Немесе кітапта болған бас кейіпкерлер, одан кейін қосалқы кейіпкерлер жайлы ұмытып кетуің мүмкін. Бұл ретте мен өзім үшін жазып отырамын. Жазғанда сенің жадыңда алған дүниең көбірек сақталады. Соны біреумен бөліскенде де толыққанды әдемілеп айтып бере аласың. Түсінікті. Міне кітап оқу, жалпы кітап оқу дағдысын қалыптастыру жөнінде біраз ақпараттар алдыңыздар деп ойлаймыз. Сізге көп рахмет, келіп осылай кітаптарыңызды туралы айтып бергеніңізге. Мына жақта Айнелдің Инстаграм адресі шығып тұр. Егер сіздер Айнелдің ары қарай қандай кітап оқитынын көргілеріңіз келсе, міндетті түрде жазылып оқып тұрыңыздар. Сонымен қатар мына жақта менің де Инстаграм парақшам тұр. Онда да кітаптар жөнінде айтылады. Егер кітаптар туралы толығырақ тағы да қызықтырса ақпараттар, онда осы Инстаграм парақшамызға өтіңіздер, жақсы кітап оқыңыздар, кітаппен дос болыңыздар. Өмірімізде тек жақсы дүниелер көп болсын. Оқуға шақырғаныңа рахмет. Оқырмандарың саны көбейсін, кітап сүйерлердің қатары көбейсін. Оқыңыздар. Осы каналымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Егер осы кітаптардың бірін оқыған болсаңыздар, оны да жазып кетіңіздер. Каналымызда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.